жан әке, сөзін жазған Айгерім Хамидова, орындайтын автор. Қарсы алыңыздар. Бұлбұл сайрап атқандақ таңдарым әлі есімде, әрбірге шаттанғаным. Қайғысыз қамсыз өткен балалықтың қалаған өзің әке баспалдағын. Жан әке, өмірімнің тірегісің, сен барда алаңсызбын білемісің. Жүз жасап жүре берші арамызда, біз үшін сен тіршіліктің жүрегісің. Балалықтың аралап бақыт бағын елестейді сол күнгі шаттық таңым. Маңдайымнан иіскеп оятатын әке ана өздерің жақұттарым. Жан әке, өмірімнің тірегісің, сен барда алаңсызбын білемісің. Жүз жасап жүре берші арамызда, біз үшін сен тіршіліктің жүрегісің. Айналдым қасиеттім, жүрегімде әр жылы өсиетім. Еркелеткен әр сәтің қолыным деп, мың мәрте мерейімді өсіретін. Жан өмірімнің тірегісің, сен барда алаңсызбын білемісің. Жүз жасап жүре берші арамызда, біз үшін сен тіршіліктің жүрегісің. Біз үшін сен тіршіліктің жүрегісің. Құрметті өнер сүйер қауым, құрметті Қанат Уәлиұлы, міне сізбен танысқаныма да бірнеше жыл өтіп кетті. Уақыт деген жүріп қой. Сол жылдар аралығында бірнеше сіздің әніңізге сөз жазып та үлгерген екенмін. Енді мына өзімнің шынайы жүрегімнен шыққан әкем мен анамның осыдан 4 жыл бұрын алтын тойына арнап осы өлеңді жазған болатынмын. Сол кезде Қанат Уәлиұлының өзінің тілегі бойынша осы менің өлеңіме ән жазып, осындай үлкен тамаша туынды дүниеге келген болатын. Бүгін міне
үлкен сахнада бірінші рет орындалып тұр. Мен кәсіби әнші емеспін, мамандығым мүлде басқа, сондықтан кемшілігім болса айып етпеңіздер. Бүгін міне Қанат Уәлиұлының шығармашылық кешіне келген барлық өнер сүйер қауымға тек қана бейбіт заман тілеймін. Осындай шығармашылық кештерде шәкірттеріміздің, балапандарымыздың өнерін тамашалап, Қанат Уәлиұлы сияқты сазгерлердің мықты әндерін тыңдап жүретін заман ұзағынан болғай. Қанат Уәлиұлы, сіздің бүгінгі шығармашылық кешіңіз құтты болсын. 30 жыл талмай еңбек еткен екенсіз. Жалғастыра беріңіз. Деніңіз сау, отбасыңыз аман, шығармашылық белестер тілеймін сізге. Енді кішігірім сыйлығым бар. Қабыл алыңыз. Қошеметтеп қойыңыздар. Шынымен ақын мен композитордың ұштасқан жері. Осы жерде бір айта кеткім келіп отыр да енді. Мысалы, Айгерім міне Ғазиз қызының орындаған сөзін, менің әніме сөз жазған Қазағым деген. Сол әнді орындап жүрген Нұрбол Балапанов міне Қазағым деген. Яғни көптеген орындап Айгерім ханымның сөзін жазған. Алла берсе, Алла жазса, тағы да бір кештерде бірнеше әндер орындалып шығарды. Көп рахмет.